Құрметті талапкер, біздің Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, патриоттық тәрбие негізі отансүйгіштік әрбір Қазақстан Республикасының азаматының міндеті және парызы. Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжі сіздерді өзіңіздің оқуға, осы жерде білім алуларыңызға шақырады. Спорт денсаулық кепілі демекші, құрметті талапкер, Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжі сіздерді оқуға шақырады. Біз күтеміз. Сенпаз болма арнеге, өнерпаз болсам әр қалам. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапты бар қалам. Адам баласы дүниеде екі нәрседен қателеспеу керек. Біреуі жар таңдау және мамандық таңдау. Құрметті жас талапкер, 90 жыл тарихы бар Тараз теміржол колледжі сенің өмірінің жаңа бастауы болады деп сенеміз. Теміржол көлігінде басқару жүйесі болып саналады. Жақсы білімді маман, өндірісті тәжірибесі мол білімгерден шығады. Құрметті талапкер, сіздерді Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжіне оқуға шақырамыз. Ребята, у вас у всех есть цель выбрать профессию. И как сказал Ушинский, если вы удачно выберете труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас. Ваше будущее в ваших руках. Поступайте, ребята, в наш колледж железнодорожного транспорта и коммуникаций. Конкурентоспособность – это требование соответствия работодателя. Если хочешь стать хорошим специалистом, приходи на железнодорожный колледж. Двери всегда открыты. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Каждый из вас задумывается о будущем. Каждый из вас хочет получить востребованную специальность. В этом вам поможет Таразский колледж железнодорожного транспорта и коммуникаций. Если вы хотите получить качественное образование по актуальным специальностям в любое время, то приходите к нам, не пожалеете о своем выборе. Теміржол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету өз деңгейінде іске асыру ең алдыңғы мақсат болып табылады. Білікті маман шеберліктің белгісі. Құрметті талапкер, Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжі сіздерді асыға күтеді. Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығы теміржол көлігіндегі жетекші салалар болып саналады. Білікті білімді маман өндірістік тәжірибесі мол білімгерден шығады. Құрметті талапкерлер, сіздерді Тараз теміржол шақырамыз.
Студентка железнодорожного колледжа по специальности столяр-мебельщик. Заканчиваю 3-й курс и не жалею, что поступила на эту профессию. И приглашаю всех вас поступить в наш колледж. Наша профессия очень востребована. Всем предлагаем прийти в наш колледж. Здравствуйте, я Урангазиев Руслан. Я учусь в Тарасском железнодорожном колледже коммуникации на профессию помощника машиниста электровоза. Сейчас я уже на 3-м курсе и прохожу сплошную практику в локомотивном депо. Первые 2 года пребывания и учения в колледже прошли незаметно из-за хорошей атмосферы в колледже. В нашем колледже работают профессиональные мастера и преподаватели. В колледже также присутствует множество профессий, одноразовое питание, также присутствует новейшее оборудование, такие как камеры виртуального вождения, электровоза и тепловоза, мастерские со станками. Сакатовтың орнатып болдық, енді темір жолды бастаймыз. Мен 2Т19-да 1 тобының білімгері Дуан Нұрбол Манатбекұлы токарь және металл өңдеу мамандық бойынша білім аламын. Мен сіздерді Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжіне білім алуға шақырамын. Болат жолдың тарландарын дайындайтын, бойларында ақылдың, күштің, шыңдауын айқындайтын Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжінің 3-ші курс білімгері Қуанышбек Сылғой. Мамандығым тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару. Бұл жұмыстың ең маңызды мақсатына пойыздарды қабылдап жөнелту, кешіккен пойыздарды кестеге сүйдіру, жүк қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Негізінен теміржолшы маған ұнайды. Бұл аса жауапкершілікті талап ететін мамандық. Ел экономикасының дамуына теміржолшылардың қосқан үлесі орасан зор деп Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бір сөзінде айтқан болатын. Расымен де, ел экономикасының дамуына теміржолшыларды қосқан үлесі орасан зор. Міне осындай ел экономикасының дамуына өз үлестерін қосып жүрген теміржолшылардың қатарында болу мен үшін үлкен құрмет деп ойлаймын. Оңай емес еңбекті меңгеруде, көңілім оңашада сыр беруде. Жету керек талпынып қанаттанып, еңбегім мамандығым сүйгеніме демекші, мамандығым менің мақтанышым. Құрметті жас талапкер, мен сіздерді Тараз теміржол колледж және коммуникация колледжіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығына шақырамыз. Құрметті талапкерлер, мен Серікбек Мұхаммед Айсызұлы, Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжінің 3-ші курс білімгерімін. Мен сіздерді осы колледжге білім алып, еліміздің білікті де білімді азаматтары болуға шақырамын. Здравствуйте, я учусь в Тарасском железнодорожном колледже транспорта и коммуникаций. Прямо сейчас я студентка 3-го курса. По профессии я электромонтер автоматики, телемеханики и управления. Прямо сейчас мы проходим производственную практику в ШЧ-36. И в дальнейшем я хочу вам показать некоторый рабочий процесс, некоторые рабочие моменты. И хочу вам сказать, мы ждем вас в нашем колледже. Еще сварщик. Мне эта профессия очень нравится. И в данный момент я прохожу практику в ТО «Керамик Инвест». Мы тут варим мелкие конструкции и армокаркасы. После окончания учебы мы предложили остаться в этом предприятии. Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер. Біз сіздерді Тараз теміржол колледж және коммуникация колледжіне оқуға түсуіне шақырамыз. Біз сіздерді күтеміз. Мен Орысбай Мейірхан Бекжанұлы осы
колледждің, теміржол колледжінің 2012 жылға түлегі боламын. Машинист көмекшісі мамандығын бітірдім қызыл дипломға. Және де осы колледждің білімінің арқасында біз Жамбыл локомотив депосына жұмысқа кірдім. Және сол еңбек жолын бастап машинист көмекшісі, машинист 3-ші класс. Осы биыл 2019 жылы елбасының бастауымен жастар жылы болып сайланды. Сол жастар жылында Қазақстан темір жолында жүргізілген саясатта 75 мың жас маманның ішінен 100 жас есімге кірдім. Осы колледждің үлесі зор, көптеген білім алдық, көптеген достар таптық. Бұл колледждің тарихы бар, зор, үлкен. Бұл колледжден шыққан үлкен жоғары лауазымда отқан ағаларымыз бар. Соларға қарап өсіп келе жатырмыз. Рахмет. Нұрбек Құрманов Қадырсейітович. 2003-2006 жылғы түлек боламын. Осы теміржол колледжінде білім алып, өте жақсы мұғалімдер, білімді мамандар. Евгений Константинович деген мастеріміз болған. Сол кісінің тәлімін алып, Аллаға шүкір, профессиямыз бойынша теміржолға кірдік, помощник болып жұмыс істедік, қызмет атқардық. 2013 жылы жұмысқа кірдім. Қазіргі уақытта машинист нұсқаушы, бірінші класс машинистпін. Аллаға шүкір. Ризамын осы колледжге, білім өте жоғары. Не дейміз? Рахмет осы колледжге. Здравствуйте, меня зовут Азимова Рузана, я являюсь выпускницей 2014 года группы дежурной по станции. Трудоустроилась по дуальной системе, на данный момент являюсь старшим приемоздатчиком станции ГУРУ. Всем абитуриентам, поступающим в данный колледж, советую выбрать нужную профессию и достигать своих целей.